Баршаңызға сәлем. Мен Айзада Тұңғышбаева. Бүгін сіздерге аспазшылар шалбарын қалай тігілуін көрсетемін. Ұнаса лайк басып, подписаться етіп, колокольчикті бассаңыздар, мен сіздерге жиі көрініп тұрамын. Инстаграмға да тіркелуді ұмытпаңыздар. Шалбарды қазір біз тігеміз. Бұда ешқандай қалта жоқ. Бұл униформа. Поварлардың киетін шалбары. Ана ремені кесілген. Мінекей қазір біз прям мына жерден бастап аяғына шейін екі шетін тігіп шығамыз. Мінекей осылай бұлаққа шаншып болған жақсы. Осылай үстіп тігіп шығамыз. Бұлақтынан ешқандай жылжымайды. Үстіп аяғына шейін тігіп шығамыз. Мен тігіп, айбырлыққа шығыратыным. Айбырлық машинасы бұлай. Мінекей мына жағын мен тігіп, айбырлықтап шықтым. Енді біз осы шопты бірінші үтіктеп аламыз. Мінекей мен мынандай қылып үтіктеп алдым. Есін, боковой шобын. Мені үтіктеп бұлай төсеп қойдым. Сөйтіп, мына жердің бәріне бұлапқы шаншып алдым. Мына жағына да солай бұлапқы шаншып алдық. Қазір осы жерді осылай тігіп шығамыз. Мені тігіп тоқып қойдым. Мына шоптарын бұлай қарай. Қазір үтіктейміз. Мінекей мен шобыны үтіктеп, екі жағына сәл қыр түсіріп алдым. Мінекей екеуінде осылай істеп аламыз. Мені біз үтіктеп алдық. Стрелка түсіру үшін астындағы шоппанан мына шоп екеуі тура келу керек. Мына балақ жағы да солай тура келіп тұрады. Үстіп үтіктеп аламыз. Енді қазір біз екеуін бір-біріне жалғап, мынау сиденье шоп деп айтады. Отыратын құйрығымыздың тұсын бүйтіп айландырып тігіп шығамыз екеуін қосып. Мінекей қарасаңыздар, балағын бір-біріне кіргіздім. Қазір осы шопты тігіп аламыз. Бұлапқы шаншып қойдым. Мына жерлерде тура келу керек. Шобыман шобы. Мінекей мен жаңағы ортадағы шопты тігіп тоқып қойдым. Мына арқасы ұзындау болады, алты келтелеу болады. Қазір біз осы жерге ремен тігеміз, резинкалық. Балағын да мен тоқып қойдым, бүйтіп қайтара саламыз бұны. Мына ременін осыған тура шақтап аламыз. Өткені резинка тағылады бұда. Мінекей мына резинкасы, мен мынау ременін мына шетін тігіп қойдым, бүйтіп тігіп қойдым. Мына резинканы да осыған беліне лайықтап алдық. Қазір бұны да мына жерін тігіп аламын. Мінекей резинканы да бұлай бүйтіп жалғап алдым. Қазір осы жерге қойып, айландырып тігіп шығамыз. Мінекей резинканы да бұлай кольцо сияқты тігіп аламыз. Мына ременде кольцо сияқты тігіп аламыз. Ремен деген наман бірдей болу керек. Мына резинка адам белімен бірдей болды. Енді біз бұны алып, мына жерден бұлай қоямыз да, айландырып, резинканы шаншып шығамыз бұлапқы манан. Үстіп толық айландырып шыққаннан кейін барып тігіп көрсетемін. Мінекей бұлапқылардың бәрі айландырып шаншып алдық. Мына жермен бірдей. Мен қой бергенде бұл кішілеу болады. Қазір өшіп тігіп шығамын. Мінекей тігіп болдым. Осылай тұр. Мынаны және осы ортадан тағы бір тігіс жүргізуіңізге болады бізге. Резинка тоқты тұру үшін. Міне біз тігіп алдық. Екі рет жүргізіп, резинка ары бері бүктеліп қалмау үшін. Енді мына жерге айландырып кіргізіп тігемін.
мен бұлай тігіп оверлоктап алдым. Қазір көрінсін. Көрсеңіздер, мынандай бұл әдемі бұл. Осылай тұрады. Міне балағын осылай 2 сантиметрден машинамен тіке қайтара береміз бұны. Міне осымен біздің шалбарымыз бітті. Қалай тігуін мұқият қарасаңыздар, оп-оңай үйренесіздер. Бұл униформа болғандықтан біз бұған қалта салмадық. Мінекей, адам денесіне осылай тұрады. Ұнаса лайк басып, подписаться етіп, колокольчикті бассаңыздар, мен сіздерге жиі көрініп тұрамын. Инстаграмға да тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі түсірілімде сіздерге осы аспазшылар киімінің жоғарғы кофтасын қалай пішіп тігуін көрсетемін.